жандарым осындай сообщениелеріңіз өте көп келіп жатыр. Рахмет қолдауларыңызға. Жалпы Қосылайыққа енді мүлдем Аллах мені барғызбасын. Негізінде ол жерде мен бүкіл ұжымға емес, жалғыз бірақ адамға ренжідім. Соншалықты мен ол адамды сыйлап жүргенде миы соншалықты сондай дешевый пранк істеуге жетеді деп ешқашан ойламадым. Тем более сезон бітіп жатқан кезде сыйластықпен адамгершілікпен кету керек еді. Бірақ та халықтың көзінше мені масқара позорға көрсетіп қойып, 5 жасар баланы алдағандай алдап, дым болмағандай өзіне кінәлмаған адам енді Құдай жазасын берсін деп айтамын. Құдай да такой степени жазасын беріп, ел жұртты күлкі қылсын өзін. Ол жерде мен бірақ адамға обидам бар. Кеше жаңа айттым ғой, баста мен сөйлестім деп, мен ешкімге қалған адамдарды сыйлаймын, жақсы көремін, қай-қайсы болсын да, бірақ сол мен көзімде кәдімгідей плинтусқа түсіп қалды, авторитеті и кәсіби емес адам деп мен оны мойындадым. Сосын менде қазір шамалы бір перезагрузкаға уақыт және бір место ауысу керек болып тұр. Либо шетелге барам, либо ауылыма барам. Соны ойлап отырмын, қайда барсам екен деп. Кеше негізі ауылға барам деп шешкем, сестренкам айтып жатыр да, бірақ та бір мемлекетке демалып келсе, өз-өзіме келіп деп. Менде бәрі жақсы, бәрі күшті, тамаша. Сол бұрын негізі бұндай ситуациялар болған кезде Құдайға тапсыра салатын едім, қойшы деп, оказывается, жазасын беру керек, чтобы екінші кәрі ондай нәрсе қайталамайтындай істеу керек екен. Әр кім қалай заслужить етеді, сол нәрсені беру керек екен. Енді осы уақытқа дейін Құдайдың көзі тура болып, маған зиян тигізген адамдардың барлығы өзіне қайтып келген. Енді білем мен оны. Және де кезінде маған қарамаған, менсінбеген адамдар аяғыма жалынып жүр деген сияқты ғой. Жизнь бумеранг не десе де. Қосылайық бағдарламасына өте қуаныштымын. Осылай сізге Жанна ханым тұр. Өз аяғыммен келдім бұл жерге. Мысалы интернеттен көріп, мысалы осы бір бақытым табан ба, халықтың алдында үйленген жақсы ғой негізі. Халықтың алдында үйленген жақсы. Осылай маусым үміткері болғаныма, бірінші орын алғаныма өте қуаныштымын. Сіздерге көп рахмет. Қосылайық ұжымы көп жасасын. Жанна ханымға да рахмет. Жанна ханым жолымды ашып берді ма деймін. Мен просто үйлене салатын едім Жанна ханымға енді. Мысалы енді, может Жаннан жүрегі қаламады, может мен жүрегім білмеймін ғой енді. Жұлдыздарымыз келеді десеңші. Иә, жұлдыздарымыз келеді. Жандос құттықтап, вообще өткен еді. Мен сомнение болған жоқ Жандосқа, өйткені бұл лайықты осы званияға. Қанша рет келді, атсалысты, барын салды енді. Бүгін бізде қонақта Олжас мырза, қалайсыз? Жақсы. Жалпы Қосылай бағдарламасының соңғы эфирі. Тілек жастарға. Ең алдымен келгенімізге қуаныштымыз. Жастарға жаңағы әнімде айтқандай, бабын табар, бағын жағар, жанында болар әрқашан. Бір қызды табуына шын-жүректен тілектеспіз, тілектеспіз. Қосылай ұжымына тек қана сәттілік тілеймін. Алға. Рахмет. Ал енді Дихан бауырым, Гүлбайға менің негізі Дихан ағам, Гүлбайға әпкем болады. Мен ойлаймын 100% толығымен лайықты, өйткені біздің осы ортамыздан ең шынымен де нәтиже көрсетіп осындай нық қадам басқан осы екі жұрт деп ойлаймын. Сол себепті болашақта жарқын болсын, көтерген шаңырақтар биік болсын. Алла бұйырса, тойда, үлкен тойда кездесейік. Айнұр ханымға алғысымыз шексіз, сізге үлкен рахмет. Бізге осындай мүмкіндікті сыйлап жатқан және оған себепші болып жатқан Қосылайық жобасына осындай сенбілік жарыстарды ұйымдастырып, сол сенбілік жарыстардың нәтижесінде қазір енді шетелге қыдырып бара жатырмыз. Вьетнамға мен кішкене қобалжып тұрмын әлі де. Аружан айтады. Сол ең бірінші Аллаға шүкір осындай нәтижеге. Вьетнамда болдың ба? Мен сөйлеп жатырмын ғой. Сіз болдыңыз ба Вьетнамда? Мен жоқ болмадым Вьетнамда. Айнұр ханымға рахмет. Кейін Вьетнам алла жүрсін мен болмадым, өкінішке орай болды. Мүмкіндік сол осы Айнұр ханымның арқасында осындай мүмкіндікке жетіп жатырмыз. Үлкен барша жанға құттықтап жатқан және сізге алғысым шексіз рахмет. Оқасы жоқ, осы эфирден кейін келісім шартқа қол қоясыздар. Бір мантыға заттар алуға келдік. Үйде таусып тұрған заттарды алып алсайын деп тұрмын. Сіздерге осылай қалай үстер тұрғанайды ғой. Сол үшін сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Уақыт жүрмейді ғой. Мен өмірімде мантыға бірінші рет тез сыйлайын деп жатырмын. Осы уақытқа сатып алдым. Осы тұрса ғой, иә? Тұрсекеңнің бизнесін қолдайық та десей.
не қосады қысқа жұмыртқа қосады майонез бар еді бірден жеп не екенін білмей жатырмын бірақ болды кеттік